Бүгінгі күріңіміз құдірет һәм зерекілік пенен тарих бетлерінде өз орнын қалдырған ұлы бір династия хақында. Бүгін біз Түркістанның өнімдар жерлерінде тамыр жайып, ярым дүнияны қамтып алған Салджукилар салтанаты хақында сөйлесеміз. Бұл династия қалай пайда болды? Қалайынша құдірет шыңына көтеріліп, тап жақын шығыстан арқа Түркістанға шекемгі болған аймақларды өз ішіне қамти алды? Не үшін бүгінгі күнде Түркия түркілері Орта Азияны ата маканымыз деп атайды? Салджукилардың мемлекет құрылысы, мәдени жетіскендіктері һәм ілім-пәннің рауажлануына қосқан үлесі қай дәрежеде еді? Бүгінгі сан арқалы міне осыларды көріп шығамыз. Сондай-ақ рауажлану менен бірге келетұғын күшсіздену һәм ыдырау сабақларын бірге үйренеміз. Шайхунның тарихи суына сүңгуге даяр болсаңыз, біз басладық. Инсанияттың ең айемгі мәдени ошақларынан бірі болған Түркістан тарихи рауажланудың ойлы бәлентлеріне қарамай өзінің абырайлылығы менен көзге тасланып келген. Сондай-ақ табиғи болғандай онда тұрмыз қала һәм оазислерден сыртта, дала һәм шөллерде де қайнаған. Сол себепті Түркістан халықлары тұрмысында отырықшы, ярым отырықшы, көшпелі тұрмыс тәрізі бір-біріменен оғада байланысты тәрізде әмелде болып келген. Хорезм, Заравшан, Ферғана, Қашқадария һәм Сурхандария оазис һәм ойпатлықларындағы жасаған халықлар мың жылдар дауамында отырықшы тұрмыс кешіріп келген болса, оның атрапындағы шөл һәм далалықларда жасаған халықлар көшпелі тұрмыс тәрізінде болған. Сонымен бірге көшпелі орталықтан уақыт келіп, ұлы династиялар шыққаны да мәлім. Бұны тек арнан Салджукилар династиясы мысалында көрсек болады. Салджуклар түрки оғыз қауымы құрамында дәслеп қазіргі Қобла Қазақстан аймағына туры келетуғын жайлауларда, Сырдарияның орта ағымындағы жерлерде көшпелі тұрмыс кешірер еді. Тек арнан алып қарағанда айне сол уақытта Салджуклар династиясы елі қалыплеспеген еді. Басқаша етіп айтқанда, Салджуклар бұл этникалық ат емес. 10 ғасырде Балхаш көлінің құбласынан тап төмен Волгаға шекемгі аймақта түрки халықлардан болған оғузлар жасайтұғын еді. Олар көплеген қауым һәм руларға бөлінген. Міне осындайлардан бірі Қынық руынан шыққан Салджук атлы шахс өзінің пазилетлері, білгірлігі, епшілігі һәм мәртлігі арқасында абырай этібарға ерсіп барады. Һәм бірқанша оғыз қауымлері сардары, үлкен әскери күш басылығы дәрежесіне ерседі. Табиғи бұндай адамлардың барып өз шеңбері, тәсір шеңбері пайда бола басылайды. Салджукта да сондай болған. Бұл болса өз орнында өзіне тән бір қарама-қарсылықты да пайда еткен. Құласы экономикалық сияси бәсекі нәтижесінде Салджук өз тараптарлары мен жоғарыда тілге алынған Сырдарияның орта ағысларын тәрк етіп, дарияның төмен ағымының шеп шағалауында жайласқан Жант уәлаяты жақынына келіп орналасады. Бұл уақия шамаменен 10 ғасырдың орталарында жүз берген. Сол арада олар ислам дінін қабыл етеді. Олар тап сол әсірде Мауреннахрды орай етіп атырған саманилер, анықрағы соңғы саманилерді әскери тараптен қоллап қуатлағанларын білеміз. Салджуклардың Мауреннахр сияси тұрмысына актив араласуы әсіресе саманилердің Қараханилер менен бәсекі жылларында күшейді. Бұл болса Салджуклар қарамағындағы оғыз қауымлерінің Самарқанд, Бұхара, Кеш уәлаятларына барып орналасу үшін шариат жаратты. Олар өз тұрмыс әдетлеріне бола жайлаулар, сахраларда орналасқанлығы табиғи, қала һәм оазислерде болса, алдыңғыдай отырықшы түрки халықлар жасай берген. Оғыз қауымлерінің харекеті екі дария аралығы менен шекленіп қалмаған. 1025 жылы олардың бір бөлегі, яғни 40 мың шаңырақ Махмуд Газнауидің разылығы менен һәм бірнеше шартлер менен Сарахс, Фарова һәм Обиварт атрапындағы жайлауларды өзлеріне мәкан етеді. Нәтижеде олар Хорасанға да қадем басады. Салджуклар ләжі барынша Хорасанда әмели экономикалық, сауда һәм әлбетте сияси шариатлардан пайдалануға харекет етеді. Бұл өз орнында сол уақытта өлкеде хүкімдар болған Ғазнауилер мәпіне қарсы келетұғын еді. Нәтижеде олар арасында қарама-қарсылық пайда болады.
1040 жылға шейін олар бірнеше рет өзара ұрысқан. Ақыры болса біз тілге алған жылы Дандықанда салджуклар ғазнауилерді жеңіліске ұшыратады. Бұл уақытқа келіп, Салджук әлдеқашан ақыретке кетіп болған, оның шаңырағының сияси іскерлігіне болса, ақылығы Тугрулбек басшылық ететін еді. Құласы 1040 жылы Тугрулбек Харасан хүкімдары деп тағаза етіледі һәм нәтижеде дүние салтанатлары тарихында және бір құдіретлі династияның рәсми рауажлану жолы басланады. 11 ғасырдың 40 жылларында салджуклар Хорезм, Иран, Кавказ артына әскери жүрістер ұйымластырады. 1055 жылы болса Тугрулбек халифалық пайтақты Бағдадты елейді һәм өз атына хутба оқып тұрады. Тугрулбек жасап отырған уақытта салджуклар Иран, Ирак, Кавказ арты өлкелерін өз тәсір шеңберіне тартқан еді. 1071 жыл болса кейінгі салджуки хүкімдар Султан Альп Арслан Кіші Азияда Византия хүкімдары Ромен Турт Диогенді жеңіп, оны тұтқынға алады. Бұл өз орнында салджукилардың Кіші Азия һәм Жақын Шығыста бекем орналасып алу үшін үлкен мәкан даярлайды. Сұлтан Малик Шах заманында Самарқанд, Бұхара, Узгент, яғни Ферғанада салджукилер қол астына бірлеседі. Арқа Түркістандағы қараханилер де салджуклар құдіретін тән алады. Сұлтан Малик Шах хүкімдарлығы дәуірінде салджуклар салтанаты Арқа Түркістаннан жер орта теңізіне шекен болған аймақты өз ішіне алған. Мәлім болғанындай, әрқандай салтанаттың рауажлану дәуірі менен біргелікте ыдырау һәмде кризиске кіру дәуірі де болады. Салджукилар салтанатының әзілеп ыдырау процесі болса 11 ғасырдың екінші ярымында басланды. Бұл процесс себебін салтанаттың хадден тыс үлкен аймақты иелеуі. Бұның ақыбетінде оны бір орайдан тұрып басқаруда мәлім бір қиыншылықтардың жүзеге келуі. Сондай-ақ рәсми династияның көплеген көрнекілілері және де жергілікті хүкімдарлардың қаресізлікке ұмтылыстары. Сондай-ақ хорезмдік өлкелердің табиғи наразылығы һәмде қарсылықтары сияқтылар менен түсіндіру мүмкін. Қысқасы 11 ғасырдың екінші ярымында салджуклар шаңырағы уәкілдері іскерлігі менен байланыслы Сирия, Ирак, Анадолий, Кермон сұлтанлықлары жүзеге келеді. Династияның ішкі даулары кескінлесе барып, 12 ғасырдың басларында салтанат арқа һәм батыс бөлімлерге бөлініп кетеді. Арқа бөлім тек арынан Хорасан һәм Мауреннахрдан ибарат болып қалады. Оның шекаралары тәсір шеңбері қатаң болмай өзгеріп тұрған. Мысалы, Сұлтан Санжар құдіреті пәтіне шыққан уақытларда батыс салджуклар Иран, Ирак, Азербайджан оның яғни арқа салджуклардың сияси тәсірінде болған. 1141 жылы Мауреннахрға шығыстан Қарақытайлардың бастырып кіруі менен Сұлтан Санжардың да күші кесілді. Қарақытайларға қарсы салджуклар қараханилер менен біргелікте ләшкер тартқан болса да, бірақ жеңіліске ұшырайды. 30 мың адам, атап айтқанда 3-4 мың амир һәм хәмелдарлар да набыт болады. Бұл өз орнында салджукиларға ғарезлі болған Хорезм династияларының рауажлануы үшін шариат жаратады. Бұл маңнан шыққан Хорезм шахлар, яғни Ануштегинилер 12 ғасырдың екінші ярымында батыс салджукларға соққы береді. Арқа салджуклар іскерлігіне болса Сұлтан Санжар өлімінен кейін шек қойылады. Басқаша етіп айтқанда 12 ғасыр ақырына келіп, Кіші Азиядағы Кония ямасы Анадолий сұлтанлығынан өзге қандай да бір маканда рәсми салджуки шаңырағы қалмайды. Кония сұлтанлығы болса 13 ғасыр орталарында монголларға ғарезлілікке түседі. Бірақ не болғанда да, тап міне сол салджуклар себеплі Кіші Азияға түрки тілі қауымлердің барып орналасу процесі күшейеді һәм барып осы регионда түрки мемлекет һәм милләтке тигар салыну үшін тиеслі зәрур макан жаратты. Сол себеплі де қазіргі Түркиядағы түрки тілі халық Түркістанда ата маканымыз, яғни ата тарихи ватанымыз деп тән алады. Енді болса салджукилар хүкімдарлығы дәуірінде мемлекет құрылысы мәселесіне тоқталсақ. Мемлекет жоғарысында жоғары көрнеклі уәкіл, яғни салджукилар шаңырағы көрнеклісі тұрған. Сондай-ақ ол сұлтан, яғни Сұлтан Ул Азам атағына ие болған. Оның атына құтпа оқылып, теңге баспадан шығарылған. Сондай-ақ тақт атадан балаға мирас ретінде өткен. Мүлік, жер су бөлістіру, сондай-ақ зәрурлі мемлекет басқару хәмеллеріне тайынлау.
және де мемлекет табыс шығынларынан хабардар болып тұру hamda қол астындағы хамелдарлар һәм қызметшілердің іскерлігін қадағалау оның вазипаларына кірген. Сонымен бірге жоғары hukmdar өз хамелдарлары, қызметшілері һәм олардың үстінен түскен шағым һәм арзаларды, сондай-ақ хамелдарлардың табысы және де салық төлеушілер, оларға басшылық етушілердің іскерлігін қадағалап баруы тиіс болған. Мемлекет абаданлығы жасалма суғару системаларын құру, көпірлер құру, аулаларды абаданластыру, егінлер жағдайынан хабардар болу, қорғалар, жаңа қалалар құру, сондай-ақ биік имараттар құру, үлкен жоллар һәм каруан сарайлар, яғни мейманханалар құру, және де медреселер ашу һәм сол сияқлы қатар сауаплы һәмде har қандай мемлекет рауажлану үшін зарур болған ләжларды әмелге асыруда жоғары hukmdардың мойнында болған. Низам-ул мүлк hukmdардың бұқараларға қатынасын сондай белгілеген. Патшаның бір хаптеде 2 күн зұлым көргенлерді қабыл етпестен ләжі жоқ. Ол зұлымкарды жазалауы, инсапқа шақыруы, раят сөзлерін өз құлағыменен дәлдалшысыз естуі керек. Арызгөйлер ең ахметлі сөздерді айтуы, hukmdar болса, олар бойынша hukm шығаруы керек. Сонда мемлекетте патша езілген һәм адалат қалаушыларды хапседе 2 күн қабыл етіп, олардың сөзін тыңлар екен даңқ таралады. Залымлар болса бұннан үрейленеді, қолын келте қылады деп мәлім етіледі. Ғазнауилер, Қараханилер, Саманилер сияқлы салджукилар да басқару системасы 2-ге бөлінеді. Даргай һәм диванларға. Даргайдағы ең текарғы қызмет һәм вазипаларға тоқталсақ. Ұлы ходжиб, Даргайдағы сұлтанға ең жақын адам. Даргай менен диван арасындағы байланыстарды муафиқластырып тұрушы, рәсми қабылдауларды ұйымластырушы болған. Хорис әмірі ямаса, басқаша айтқанда Амир Хорис, сұлтан шығарған жаза үкімлерін әмірге асыру менен шұғылланған. Сарайдағы құрал сайман, әсіресе сұлтанға тиесілі затларды сақлау жұмысын салахдар алып барған. Даргай жұмысларын басқарушы тән уәкіл, сұлтан байрағын тұтушы хамелдар делінген. Сұлтан һәм даргай қауіпсізлігін тәмелеу жанттарға жүктелген. Сонымен бірге даргай іскерлігін тәмелеу жомадар, шарапдар, чашнегир, сарханг, мирохур, таштдор сияқлы хамелдарлардың да өз орны болғанлығы мәлім. Апуайы мысал салджукилар даргайында чашнегир сұлтанның ауқатлануына жауапкер болған. Сонда айту керек, салджукилар басқару системасында бас уәзір іскерлігі бөлек ахметке ие болған. Ол орайлық басқару, яғни диваны ало жоғарысында тұрған халда әмелдегі барлық диванлар, яғни уәзірліклердің іскерлігіне басшылық еткен. Ғазине, қаржы, салық, мемлекетке тиесілі істеп шығару мекемелері жұмысын бақылау оның мойнында еді. Деректерде салджуклар бас уәзірін Саид ур-Руаса, яғни басшылардың үлкені деп тарифлеулеріне қарап айту мүмкін, оның іскерлігі мемлекеттің ішкі һәм сыртқы саясатындағы барлық тарауларға тиесілі болған. Мысалы, ол салджукилер сұлтанатынан ғарезлі өлке hukmdарлары, шет ел мемлекет уәкілдері менен байланыс һәм келісімлер орнату құқығына ие еді. Екінші тараптан, соншалық кең көлемде іскерлік көрсету оны бір өзіне ауырлық еткенлігі табиғи. Сол себеплі де бас уәзір өзінің арнаулы уәкілдері, қадағалаушылары арқылы да жұмыс жүргізген. Ол қызметкерлерді жұмысқа алу, оларға іс хақы белгілеу, босату сияқлы кепілдіктерге де ие болған. Құлласы бас уәзірдің хақ құқы үлкен болған. Осынымен бірге ол жер мүлк бөлістіру бойынша құқықсыз болған. Себебі осы кепілдік тек қана сұлтан ықтиярында еді. Шахзадалар һәм маликалар да өз вазипаларына ие еді. Бірақ бұл жағдай мемлекет мәблеріне қарсы екенлігіне бір уақытларда салджукилардың бас уәзір лауазымында әскерлік көрсеткен Низам-ул мүлк белгі берген еді. Яғни ол былайынша атап өткен еді. Қашанда патшалық жұмысы хаяллар һәм гөдеклер қолына өтсе, білің, патшалық сол шаңарақты тәрк етке деп айтқан. Диванлар торысында сөз ашар екен, біз олардың 2 тайпаға бөлінуін атап өту керек. Бұл династиялық һәм рәсми диванлар. Не үшін біз бұл темаға бөлек бәт бермектеміз? Әлбетте, салджуклар дәуірінде тұрмыс қандай кешкенін және де тереңірек түсіну үшін. Атынан белгілі болғанындай династия диваны hukmdar шаңарақ іскерлігіменен байланыслы болып, оған тиесілі бұйым мүлік, жер
жер су, ғазине һәм басқалар басқаруы, есеп кітап сияқлы вазипалар менен шұғылланған. Расми диванлар төмендегілер болып табылады. Диваны тоғыры, диваны истифо, диваны ишраф, диваны арс. Тугра диваны осы диванлар ішінде ең ахметлісі болып, оның баслығы бас уәзір орынбасары позициясында болған. Бұл диванда жоғары хүкімдардың бармалары, қарарлары, расми жазбалары һәм хүжетлері таярланып, кейін оған мөр бастыруға ұсыныс етілер еді. Орынларда расми хүжетлер жіберу, олардан хүжетлерді қабылдау, шет елдерге хаттар жіберу, мемлекет хүжетлерінде жасырынылықты тәминлеу сияқтылар сол диван қызметкерлері қадағалау астында еді. Бұл диванға қызметке һәркімде алына бермейтұғын еді. Салджукилар мемлекетінің кейінгі ахметлі уәзірі бұл истифо, яғни қаржы диваны болған. Ахметлі кірім шығымлар, салықлар, бажы һәм басқа да финанслық дараматлар, оларды бөлек тізімге алу мәселесі сол диванның ықтиярында сәулеленген. Пұл мәмілесіне келсек, ең жоғары дәрежедегі пұл бірлігі орнында сап алтыннан басып шығарылған динор қабыл етілген. Құрамында алтыннан тысқары қосымша металл қоспасы болған һәм жергілікті ахметке ие болған динор да болып, оны рукни деп атаған. Сонымен бірге мәміледе дирхамлар да болып, олар тек арынан ішкі базарға арналған. Салджуклер дәуірінде де шек, аккредитив, вексель түріндегі нақты пұлсыз мәміле ету системасы әменде болғанын айрықша атап өту керек. Салджукилардың сыртқы байланыстары хақында не деу мүмкін? Салтанаттың арқа Түркістаннан жер орта теңізіне шекем созылуы оларды географиялық тарептен турдан туры Қытай һәмде Византия менен байланысылы етіп қойды. Бұндай шекаралас болудан Қытай да Византия да қауіпсіреп тұрған еді. Яғни салджукилар мемлекетінің әзілеуінен олар да мәптар болған. Бұл уақытта болса олар тек арнан қозды біреудің қолыменен ұстау сиясатынан өнімлі пайдалануға әрекет еткен. Мысалы, Салджуки сұлтан Маликшах дәуірінде Византия дипломатиялық шоулар менен Қытайды салджукларға қарсы күш-күжлеп, олар арасында ұрыс шығаруға әбден әрекет еткені мәлім. Бірақ сонша арағынан болған Қытай хүкімдарлары ұрыстан көре сауда байланыстары көбірек мәплі екенін сезе отырып, шайтан жолынан жүрмейді. Византия бұның менен тыншыма енді турдан туры батысты. Европаның өзінде салджукилар анқырағы мұсылманлар қауіпін байрақ етіп оларға қарсы күреске шақыра баслайды. Негізінде ислам дінін енді ғана қабыл еткен салджуклар исламды ямаса оның қауіпін жеткеріп беруші күш бола алмайтұғын еді. Сонда екен салджуклар Византия үшін бәрінен алдын сияси, халықаралық сауда қатынасларында үлкен қарсылас есапланар еді. Әдетте қарсыласты жеңу оған салыстырғанда көпшіліктің пікірі, яғни идеологиясын қарсы қоюдан басланғаны сияқлы, Византия салджуклардың әскери сияси қауіпіне қарсы идеология факторын қойды. Бұннан Рим шіркеуі һәм басқа да Европа мемлекетлері іләжі барынша пайдалануға әрекет етті. Нәтижеде 11 ғасырдың соңғы 10 жылдығында идеология бояулары менен бұлғанған, тек арынан тәсір шеңберлер күресіндегі бір әрекет қана болған салип жүріслері басланған. Салипшілердің шығысқа қарай әрекетлерін қырқуда салджуклардың қызметлері күтә үлкен болған. Салджуклар өз қарамағында болған жұртларда пән һәм мәдениеттің рауажлану үшін барлық шарт-шараятларды жаратып беруге ұмтылған. Салджуклар шаңырағына тиесілі жоғары хүкімдар ма, шахзада ма, ямаса малика ма, һәммесі мемлекеттегі қандайда бір қалада, бір ямаса бірнеше медресе құруды өзінің вазипасы деп білген. Олардан уәзірлер, әмірлер, жергілікті хакімлер де өрнек алып іс тұтқан. Мысалы, біз тілге алып өткен танымалы уәзір Низам-уль-Мулк өз дәуірінде көптеген медреселер құрдырған. Әрбір медреседе онлап, жүзлеп ілім ізденушілер һәм діни һәм дүниялық тарауларда білім алған. Медреселерде һәм табиғи, анық һәм социалық діни білімлерден оқытылған. Мысалы, Низам-уль-Мулк тарапынан текар салынған Низамия медреселерінен бірінде 6000 білім алушы жасап тәлім алғанлығы мәлім. Тап соның ұшында салджуклар дәуірінде жүдә көп ілімпазлар, шайырлар, астрономлар, математиклер, химиклер, тауплер жетісіп шықты.
Мысалы, Омар Хайямды біз көбірек атақлы шайыр, анықырағы төртліклер шебері ретінде танимыз. Негізінде ол жетік жұлдызларды зерттеуші һәм математик те еді. Омар Хайям қатынасуында обсерватория жойбары сызылып, кейін бір жыл ішінде жүзеге келтірілген. Онда алып барылған бақылаулар һәм басқа да зерттеулер нәтижесінде 1907 жылы Омар Хайям Сұлтан Маликшах тапсырмасына бола жаңа календар түзеді. Оның анықлығы Григорий календарынан да жоғары болуына қарамай, әмелге енгізілместен қалып кеткен. Бұнан тысқары математика тарихында санлардан бүткіл оң түбір табудың ұлыма қағидасын бірінші болып тасдиқлап бергенде әйне Омар Хайям болып табылады. Қала берді білім һәм ілім тарқатуда ұлы бабаларымыз тарихи мәдени мирасларын сақлауда үлкен ахмет кәсіп еткен кітапханалар салджуклар дәуірінде бір қанша еді. Тарихшы һәм саяхатшы Якут Хамави Марф қаласында болғанында бұл жерде 10 ірі кітапхана бар екенлігін көрген. Осы кітапханаларда сақланып отырған кітаплар қымбатбақа һәм сан тарапынан дүниеде қандай да бір кітапхана оған тең келе алмайды деп жазған тарихшы. Құласы салджуклер дәуірі іскерлігі хақында көп айту мүмкін, бірақ бір нәрсе анық, Түркістаннан шыққан көрнеклі ретінде салджукилар осы регионның сияси, экономикалық, мәдени тарауындағы көп әсірлік тәжірибе һәм дәстүрлеріне сүйенген. Бақалы құдірет өз қызметтерінде оларды дауам етуге харекет еткен. Салджукилар салтанаты өз дәуірінде ұлы сияси рауажланудың үлгісі болды, бірақ ешбір салтанат мәңгі емес. Салджукилар салтанаты да бұннан алыс емес еді. Бірақ олар тарапынан қалдырылған мираслар бұл тек қана ұлы салтанат емес, ал мәдени, тарихи һәм мемлекет басқару бабында бізге қалдырылған тикарғы байлықлардан бірі болып табылады. Бұл байлықлар дегеніміз бейбақа сабақлар болып табылады. Олардың тарихы бізге соны әрдайым ятқа салып тұрады. Күш һәм ілім бірлескен орында хақиқи рауажлану жүзеге келеді. Бұл жайхун жойбар еді. Каналға ағза болың һәм лайк басуды ұмытпаң. Келесі саналарда көріскенше саламат болың.